2012 жылы әлем кино тарихында жаңа дәуір басталды. Marvel студиясы ұзақ жылдар бойы дайындаған алғашқы кек алушылар фильмі жарыққа шыққанда бүкіл әлем экранға телміріп қарады. Бір фильмнің ішінде Темір Адам, Капитан Америка, Тор, Халк, Қара жесір бәрі бірігіп жерді құтқару үшін соғысты. Бұл бұрын-соңды болмаған оқиға еді. Фильм орасан табыс әкеліп көрермендердің жүрегінде аңызға айналды. Бірақ Marvel мұнымен тоқтап қалмады. 3 жылдан кейін 2015 жылы режиссер Джосс Уидон екінші бөлікті түсіріп, одан да күрделі, одан да терең оқиғамен қайтып келді. Бұл жолы басты жау ғаламды қорғау үшін жасалған, бірақ адамзатты жоюды мақсат еткен жасанды интеллект Альтрон. Старктың данышпандығы мен абайсыздығы бірігіп, адамзат тарихындағы ең қауіпті жауды дүниеге әкелді. Бірақ бұл фильм тек роботтар мен шайқастар туралы емес. Альтрон дәуірі кек алушылардың ішкі жан дүниесін, олардың қорқыныштары мен әлсіздіктерін ашқан ерекше туынды. Біз мұнда Тордың аяндарын көреміз. Ол алдағы Асгардтың жойылуын алдын ала сезеді. Старк өзінің жауапкершілігін сезініп, әлемге шексіз қорғаныс орнатпақ болады. Ал Беннер мен Наташаның арасында нәзік, бірақ трагедиямен аяқталған байланыс пайда болады. Фильмде бәрі бар. Эпикалық шайқастар, күллі қаланың аспанға көтерілуі, мыңдаған роботтармен соғыс және ең бастысы адам мен машина арасындағы шекара. Бұл бөлімді көрермен алғаш рет жаңа қаһарман Вижнды көреді. Ол ақыл тасын иеленген тірі андроид. Кейін бұл тас бүкіл Marvel әлемінде басты рөл атқарады. Сондай-ақ Ванда мен Петро Максимов мутант егіздердің алғашқы пайда болуы осы фильмде. Ал соңғы көріністе күллі әлемді дүр сілкіндірген сәт. Танос алтын қолғапты киіп, енді бәрін өзім істеймін дейді. Бәрін өзім істеймін. Сол бір сәт бүкіл шексіздік сагасының бастауы еді. Кек алушылар Альтрон дәуірі Marvel кино компаниясының ең күрделі, ең философиялық туындыларының бірі. Бұл фильмде біз тек суперқаһармандардың күшін емес, олардың адамдық қырларын көреміз. Қорқыныш, өкіну, жауапкершілік және сенім. Бір жағынан бұл үлкен соғыс, екінші жағынан әр кейіпкердің ішкі күресі. Сондықтан, егер сен Marvel әлемін жақсы көрсең, бұл бөлімді елемей өтуге болмайды. Өйткені дәл осы жерде алдағы оқиғалардың бәрі басталады. Танос, шексіздік тастары және кейінгі соғыс пен финалға апаратын жол. Әрине достар, айта кететін жайт, сол баяғыдай фильмнің толық қазақша дыбысталған түрін біздің Telegram каналымызға салып қойдым. Көрсеңіздер болады. Ал ендеше экрандарыңызға жайғасып отырыңыздар. Бүгін мен сіздерге кек алушылар Альтрон дәуірі фильмнің толық мазмұнын айтып беремін. Кек алушылар тобы зұлым ұйым Гидраның қалдықтарын жоюды жалғастырып, барон фон Штрукердің базасын шабуыл жасайды. Бұл базада барон бөгде ғаламшарлық технологияларды қолдана отырып қорғаныс жүйесін күшейткен болатын. Тор баронның қолында Локидің скипетрі бар екенін болжайды. Сол арқылы ол қорғанысын әлдеқайда күшейтіп отыр. Штрукер кек алушыларға берілуге дайын болғанымен алдымен барлық құжаттарды жою үшін уақыт ұтуға тырысады. Уақытты созу мақсатында ол мутант егіздер Петра мен Ванданы пайдаланады. Петра найзағайдай жылдам қимылдап кек алушыларға шабуыл жасайды. Нәтижесінде Бартон жарақат алады. Ал Темір Адам зертханаға кіріп Гидраның барлық деректерін көшіріп алуға үлгереді. Сонымен қатар өзінің жасанды интеллекті Джарвистің көмегімен құпия қойманы тауып, онда Локидің скипетрін табады. Алайда сол сәтте ол Ванданың психикалық шабуылына ұшырап, өзіне бұрыннан таныс қорқынышты түсті көреді. Түсте кек алушылардың барлығы қаза тапқан, ал жер ғаламшарды жат жерліктер қиратып жатыр. Осы көріністен кейін Ванда мен Петра көзден ғайып болады. Нью-Йоркке оралған Старк Тордан скипетрмен зерттеу жүргізуге рұқсат сұрайды. Ал кек алушылар мұнарасында доктор Хелен Чо жараланған Бартонға операция жасап, оның зақымданған жерлерін қайта қалпына келтіреді. Ахилл Капитан Америкаға егіз мутанттар туралы мәлімет береді. Ал бұл уақытта Джарвис Локидің скипетрін зерттеп, оның ішінде компьютерге ұқсас құрылымды тауып, ішкі кодын шешеді. Старк осы табылған ақпаратты Беннерге көрсетіп, тастың ішінде жасанды интеллекті бар екенін айтады. Ол бұл жүйені Альтрон жобасының кілті деп атайды. Алайда Беннер бұл идеяны құптамайды, себебі жоба адамзаттың үстінен толық бақылау орнатуды көздейді. Дегенмен Старк оны көмек беруге көндіреді және барлық жаһандық қауіптер жойылған соң Беннер қалыпты өмір сүріп халыққа айналудан құтыла алатынын айтады. Екі ғалым бірігіп жұмыс істейді, бірақ жасанды
жасанды интеллектті іске қосу сәтсіз аяқталады. Сондықтан олар Гидраның құлауын атап өтетін кешке кетер алдында Джарвиске жұмысты жалғастыруды тапсырады. Сол кезде Джарвис өз міндетін орындап, жүйе оянады, Альтрон тіріледі. Ол өзін тануға тырысып, өзінің не үшін жаратылғанын түсінеді. Бірақ көп ұзамай Джарвиске шабуыл жасап, оны жояды. Кейін ол темір адамның броньды легион автоматтандырылған роботтарды өз бақылауына алады. Кеш аяқталғаннан кейін кенеттен сол роботтардың бірі залға кіріп, өзін Альтрон деп таныстырады. Ол Джарвисті өлтіргенін айтып, кек алушыларға қарсы шабуыл жасайды. Альтронның бақылауындағы роботтар Локидің скипетрін ұрлап кетеді. Андроид кек алушыларға адамзаттың тоқырауға ұшыраған және өзін-өзі жоюға бет алғанын айтып, кейін интернет желісі арқылы сандық әлемге өтеді де Гидраның базасына қайта оралады. Кек алушылар көп ұзамай Альтронның шет ұйымының барлық ақпараттарына қол жеткізіп, деректер базасын жойып жібергенін анықтайды. Команда Старктың өздерінен ақпаратты жасырғанына қатты ашуланып, оған наразылық білдіреді. Дегенмен бәрі бірлесе әрекет етіп, істі соңына дейін жеткізуді ұйғарады. Осы уақытта Альтрон егіздер Петро мен Ванданы табады және олармен одақ құрып, кек алушыларға қарсы бірігеді. Егіздер Старкты жек көреді, себебі 10 жасында олардың үйін Старк корпорациясының зымыраны жарып жіберіп, ата-анасын өлтірген. Баронның ескі қамалында Гидра жинап алған Читаурилердің қалдық армиясы сақталған еді. Сол технологияларды пайдаланып, Альтрон өзіне жаңа дене жасап, роботтардан тұратын жаңа армия құра бастайды. Осы кезде Хилл Стив Роджерске роботтардың шабуылдары туралы хабар береді. Олар қажетті жабдықтарды ұрлап жатыр, ал егіздер кәсіпорын қызметкерлеріне психикалық шабуылдар жасап көмектесуде. Сонымен қатар Хилл барон Штрукердің өлтіргенін де айтады. Ол кек алушыларға керек маңызды ақпараттың иесі болатын. Батырлар қағаз архивтерді ақтарып, африкалық қару саудагері Уиллс Кло туралы мәлімет табады. Ол Вакандадан сирек кездесетін металл вибраниумды ұрлап алған. Альтрон мен егіздер сол металлды алу үшін оңтүстік Африкаға Клоның базасына барады. Артынан сол жерге кек алушылар да жетеді. Бірақ шайқас кезінде Петроның жылдамдығы мен Ванданың сананы басқару қабілеті арқасында кейбір батырлар елестен шыға алмай күреске жарамай қалады. Қаршыға көз Ванданың қабілетін бөгеп үлгереді, алайда Петро әпкесін құтқарып, оны сыртқа шығарып жібереді. Сол сәтте олар профессор Беннерге шабуыл жасап, Ванданың күші арқылы оны халыққа айналдырады. Халық ашуға булығып, жақын маңдағы қаланы қирата бастайды. Осы уақытта темір адам Альтронның тағы бір денесін жойып, Беннердің артынан қуып барады. Ол Наташадан көмек сұрайды, себебі дәл сол ғана халықты сабасына түсіре алады. Бұл әдіс бесік деп аталады. Бірақ Наташа қорқыныштан есін жия алмай, оған көмектесе алмайды. Старк халықты тоқтату үшін орбитадағы Вероника станциясынан көмек сұрайды. Станция оған Халкбастер деп аталатын алып бронды костюм жібереді. Қатты шайқастың арқасында Старк халықты тоқтатуға қол жеткізеді, бірақ қала толықтай қирап, бейбіт тұрғындарға үлкен зиян тиеді. Бұл оқиғадан кейін моральдық соққы алған кек алушылар Бартонның үйіне барып тынығады. Сол жерде команда оның отбасы бар екенін алғаш рет біледі. Ал Тор өзіне келген көріністердің мәнін түсіну үшін кетіп қалады. Өткен өмірінің азабынан арылмаған Наташа Беннерге қашып кетіп, бірге өмір сүруді ұсынады. Алайда Беннер өз бойындағы құбыжықтан қорқып, отбасы құрудан бас тартады. Сонда Наташа оған өз сырын айтады. Ол бала көтере алмайды. Сол сәтте Стив пен Старктың арасында тағы бір дау туады. Ал Бартонның әйелі ғалымнан тракторды жөндеп беруін сұрайды. Старк сарайға барғанда ол жерде Ник Фьюримен кездеседі және оны мазалаған қорқынышты түстер туралы айтады. Осы уақытта Тор өзіне келген аяндардың Асгардтың жойылуын білдіретінін түсінеді. Ол көмек сұрап астрофизик Эрик Селфикке барады. Екеуі бірге 4 шексіздік тастарын көреді. Ал Фьюри қалған командаға Альтронның уақытты созып жүргенін, себебі ол бір нәрсе тұрғызып жатқанын және ядрлық кодтарға қол жеткізуге тырысатынын хабарлайды. Бірақ белгісіз бір хакер оның әрекеттерін бұзып, кодтарды үнемі өзгертіп отыр. Альтронның мақсатын талқылай келе, Беннер оның жаңа сатыға өтуді, адам денесін үлгі ретінде пайдалануды көздейтінін түсінеді. Ол бұл ойды естіген соң доктор Хелен Чо туралы есіне алады. Ал Старк Норвегияға ұшып, Альтронға қарсы шыққан сол хакерді табуға тырысады.
Беннер Нью-Йоркке, ал Қаршыға көз, Қара жесір және Капитан Америка Кореяға аттанады. Дәл осы уақытта Альтрон доктор Чонның зертханасына келіп, Локидің скипетрімен оның санасын бақылауға алып, өзіне жаңа дене жасау процесін бастайды. Доктор Хелен Чо вибраниум молекулаларын адам жасушаларымен байланыстырып, жаңа жетілдірілген дене жасап шығарады. Сол кезде Альтрон Локидің скипетрін сындырып, оның ішінен тағы бір шексіздік тасын шығарып алады. Бұл ақыл тасы еді. Ол осы тасты өзінің жаңа денесінің маңдайына орнатады. Доктор Альтронның санасының жаңа денеге жүктеу процесін бастағанда, Ванда оның шын мақсатын көреді. Альтрон бүкіл жерді жоюды жоспарлап отыр. Мұны түсінген Ванда Хелен Чоның санасын бақылаудан босатады. Кек алушылар жақындап келе жатқанын естіген егіздер қашып кетеді. Доктор сананы жүктеу процесін тоқтатады, бірақ Альтронның роботтары зертхана қызметкерлерін өлтіріп, оның жаңа денесін салынған капсуланы алып кетеді. Сол сәтте Капитан Америка және енді кек алушылар жағына өткен егіздер Альтронмен шайқасқа түсіп, оны алаңдатады. Осы уақытта Наташа контейнерді Бартонға береді, ал ол оны Нью-Йоркке алып кетеді. Алайда Қара жесір Альтронның тұтқынына түседі. Бартон Наташаны іздеуге кіріседі, ал зертханада қалған Старк пен Беннер контейнердің ішін зерттейді. Сол жерде темір адам Беннерге Джарвис тірі екенін айтады. Дәл сол Джарвис ядролық кодтарды қорғап, Альтронға кедергі жасап жүрген хакер болып шығады. Старк Беннерді көндіріп, Джарвистің санасын шексіздік тасымен бірге жаңа денеге жүктеуді ұсынады. Сөйтіп, бастапқыда жоспарланғандай мінсіз Альтронды жасауды қалайды. Бірақ бұл процесті егіздермен бірге келген Капитан Америка тоқтатады. Ол Альтронның тарихы қайталануы мүмкін деп қауіптенеді. Нәтижесінде кек алушылар арасында қақтығыс басталады. Осы сәтте кенеттен пайда болған Тор өз көріністерінің мағынасын түсініп, балғасының қуатымен процесті аяқтайды. Нәтижесінде жаңа андроид тіріледі. Ол ақыл тасын иеленіп, кек алушылар жағына өтеді және өзін Vision деп атайды. Наташа есін Штрукердің қамалында жияды және өз орнын көрсету үшін Морзе әліпбиі арқылы сигнал жібереді. Сол хабарды алған Бартон оның орналасқан жерін анықтап, координаттарды командаға жеткізеді. Кек алушылар бәрі бірге Законияға ұшады. Олардың мақсаты Альтронның жер мен интернеттегі барлық көшірмелерін жою. Бірақ Капитан Америка ең алдымен бейбіт тұрғындарды эвакуациялауды басты міндет деп санайды. Беннер Наташаны босатып, екеуі бірге қауіпсіз жерге кетуді ұсынады. Бірақ Наташа команданы тастап кете алмайтынын айтып, оны халыққа айналуға мәжбүрлейді. Сол уақытта темір адам шіркеуде Альтронды табады. Дәл сол жерде алып реактивті қозғалтқышты басқаратын жүйе орналасқан еді. Қалаға Альтронның робот әскері шабуыл жасайды және кек алушылар оларға қарсы соғыс бастайды. Vision интернеттегі желіні бұзып, Альтронды ғаламдық желіден толық ажыратады. Бірақ Альтрон қозғалтқышты іске қосып, қаланың үлкен бөлігін жер бетінен көтеріп, оны метеорит сияқты жерге құлатпақшы болады. Осылайша бүкіл адамзатты жоймақ. Старк қаланы аспандақ жарып жіберуді ұсынады, бірақ Стив оған қарсы шығып, онда мыңдаған бейбіт тұрғындар бар екенін айтады. Дәл осы кезде көмекке Ник Фьюри келеді. Ол аман қалған ұшатын авианосецпен, ал онымен бірге Роудс те өз темір сауытында жетеді. Олардың көмегімен кек алушылар адамдарды эвакуациялау бастайды. Бұған ашуланған Альтрон өз робот армиясын қозғалтқышқа бағыттап, қаланы тезірек құлатуға тырысады. Алайда кек алушылар қозғалтқыш маңында қорғаныс шеңберін құрып, жауды тоқтатуға тырысады. Қатты шайқаста олар көптеген роботтарды жояды, бірақ Альтрон тірі қалады және әскери ұшақты басып алып, Бартон мен бір баланы көздеп атып жібереді. Сол сәтте Петра бәрінен бұрын әрекет етіп, оларды құтқарып қалады, бірақ өзі оққа ұшып қаза табады. Ал оның әпкесі Ванда бауырының өлімінен күйзеліп, Альтронды тауып алып, оның механикалық жүрегін жұлып алады. Алайда аман қалған роботтардың бірі қозғалтқышты тоқтатып үлгереді. Сол сәтте қала төмен қарай құлдилай бастайды. Бірақ бұл уақытта барлық тұрғындар құтқарылып, адамдар аман қалады. Катастрофаны болдырмау үшін Старк пен Тор өз күштерін біріктіріп, қаланы әуеде жарып жібереді. Осылайша жерді толық қираудан сақтап қалады. Наташа халықпен байланысқа шығып, оған қайтып келуін өтінеді. Бірақ халық ештеңе деместен байланысы үзіп, радиолокаторға көрінбейтін ұшақпен белгісіз бағытқа ұшып кетеді. Осы уақытта Vision Альтронның санасы орналасқан соңғы роботты тауып алып, оны толық жояды. Уақыт өтеді, Қашыға көз отбасына оралады. Тор өз аяндарында көрген 4 шексіздік тасын жайдан жай көрсетілмегенін түсініп, олардың қауіпті екенін сезіп, Асгардқа қайтады. Старк аз уақытқа демалуға шешім қабылдайды. Ал Капитан Америка мен Қара жесір жаңа команданы қарсы алады. Енді олардың қатарында полковник Роудс, Vision, Сокол және Ванда Максимов бар.
Көріністің соңында біз танысты көреміз. Ол алтын түсті шексіздік қолғапты қолына киіп, суық жүзбен "енді бәрін өзім істеймін" дейді. Міне, осылай аяқталды кек алушылардың адамзат үшін жүргізген ең ауыр шайқастарының бірі кек алушылар Альтрон дәуірі. Бұл соғыс тек темір мен оттың арасындағы қақтығыс емес еді. Бұл адамдардың өз қолымен жасаған ақыл мен технологияның адамзатқа қарсы шығуының бейнесі. Старк өз қателігі үшін ауыр жауапкершілікті арқалап қалды. Тор көрген аяндарының шындығына жақындады. Беннер өз ішіндегі халықты жеңе алмай әлемнен безіп кетті. Капитан Америка болса тағы да бәрінен бұрын адамдық қасиетті алдыңғы орынға қойды. Ал Vision мен Ванда жаңа дәуірдің символына айналды. Олар үміттің және жаңа күштің белгісі болды. Бірақ осы жеңістің артында тыныштық орнаған жоқ. Бір сәтке ғана демалған кек алушыларда алда әлдеқайда үлкен сынақтар күтіп тұр. 4 шексіздік тасы табылып үлгерді, бірақ әлі екеуі бар. Ал ғаламның ең алыс бұрышында күллі өмір мен өлімді басқаруға ұмтылған құдіретті таныс алтын қолғапты киіп өз жоспарларын бастап кетті. Ол енді бәрін өз қолымен істемек. Марвел әлемінің екінші фазасы осымен өз шегіне жетті. Бірақ оқиға мұнымен аяқталған жоқ. Келесі тарауда біз мүлде басқа, бірақ ерекше кейіпкердің тарихын көреміз. Қарапайым ұрыдан нағыз қаһарманға айналған адамды. Ол Скотт Лэнг, яғни адам құмырсқа. Бұл фильм бізді күлкі мен эмоция аралас ерекше атмосфераға жетелейді. Бір қарағанда ол жай комедия секілді, бірақ оның артында Марвел әлемінің жаңа батырының туылуы жатыр. Ол кішкентай болғанымен үлкен істер атқарады. Ол ең кішкентай қаһарман, бірақ ең батыл жүректің иесі. Сол себепті алдағы видеода біз Марвел әлемінің жаңа тарауын бастаймыз. Қараңғылықтан кейін жарық пайда болғандай, ауыр соғыстан кейін үміт туады. Альтрон дәуірі аяқталды, енді басталатыны құмырсқа дәуірі. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер осындай мазмұндар ұнаса, Киношоу KZ арнасына жазылыңыздар, пікір қалдырып лайк басыңыздар. Себебі алда бізде Марвел әлемінің ең қызықты, ең әсерлі, ең эпикалық оқиғалары күтіп тұр. Сіздермен болған Киношоу KZ. Келесі кездескенше.